Бір ел, бір кітап акциясы аясы бойынша келесі кітап топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Бақытжан Қанапияновтың «Жан бақыттың достояние души, жан дүние игілігі» жинағы, ғасырлар салған жол, таулы аймақ, тұрмыстағы түркілік әуен аралығындағы өзара байланыс пен түсінікті арқау еткен жырларын біріктірген. Француз ақындары қойған әдеби есім авторға ұнайды. Сөйтіп, аудармашы достарына құрмет ретінде ол да «Жан дүние игілігі» атты жаңа жинағына «Жан бақыт» деп қол қояды. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақстандық әдебиет туралы эсселер жинағы. Белгілі қазақстандық жазушы Юрий Серебрянскиймен әңгіме барысында оқиға кейіпкерлері Сорос Қазақстан қоры 1997 жылдан бері өткізіп келген әдеби байқаулардың жеңімпаздары. Өздерінің жеке шығармашылығы қалай дамығаны туралы әңгімелейді. Заманауи қазақстандық әдебиеттің дамуын алдыңғы қатарға шығарады. Кітап орыс және қазақ тілдерінде жарық көрді.